Араға адам салуды тоқтат. Жан Ахмадиев жас әншіні сабаған Мұқасан Шахзадаевқа үндеу жасады. Қоғамда қызу пікірталас тудырған жағдайға байланысты блогер Жан Ахмадиев, танымал әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Мұқасан Шахзадаевқа қатаң талап қойғанын skifnews.kz ақпараттық порталы хабарлайды. Блогердің сөзінше, дау тудырған видео жарияланғаннан кейін бірнеше өнер өкілі хабарласып, жазбаны өшіруді өтінген. Бірақ Ахмадиев олардың бұл өтінішін қабылдамай, видеоны өшірмейтінін ашық мәлімдеді. Кешегі жариялаған видеомнан кейін біраз әншілер хабарласып, өшіруімді өтініп жатыр. Мұқасан аға, араға адамдарды салуды тоқтатыңыз. Видеоны өшірмеймін. Себебі жәбірленушінің алдында мойнымда жауапкершілік бар. Ең дұрысы, Ғалымжанға хабарласып, кешірім сұраңыз. Әйтпесе жағдай ушығып, жазаңыз ауырлауы мүмкін. Біз бұл істі соңына дейін жеткіземіз, деді Жан Ахмадиев. Оқиға қоғам назарын өзіне аударып, желіде қызу талқыланып жатыр. Жан Ахмадиевтің Мұқасан Шахзадаевқа жолдаған үндеуін бұған дейін мен TikTok'тан көрген болатынмын. Блогер даулы видеоны жариялағаннан кейін бірнеше өнер адамдарының оған хабарласып, материалды өшіруді сұрағанын жасырмады. Алайда ол ештеңе өшірмейтінін, себебі жәбірленуші алдында моральдық жауапкершілігі барын атап өтті. Мұқасан Шахзадаевқа араға адам салуды тоқтатыңыз деп қатаң ескерту жасап, мәселені айналып өтпей, тікелей Ғалымжанмен сөйлесіп, кешірім сұрауға шақырды. Ахмадиевтің айтуынша бұл істі жылы жауып қою мүмкін емес, ал кешірім сұраудан бас тарту тек жағдайды ушықтырып, жазаның ауырлауына алып келуі ықтимал. Сол себепті ол бұл істі соңына дейін жеткізетінін ашық мәлімдеп отыр. Қоғамда бұл дауды жіті бақылап, желіде қызу талқылап жатқаны жасырын емес.